Достар, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге маринованный огурцы дайындайтын боламыз. Достар, 99% көрермендерім мен видеоларымды подпискасыз көреді екен. Сондықтан ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ал олай болса, маринованный огурцы дайындауға кірісе берейік. Әр үйдің аналарының, қыз-келіншектерінің өз рецепттері болады, өздеріне ұнайтын. Маған да осы рецепті ұнайды, сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Банкаларым атылмайды және қытырлақ, әдемі болып шығады. Банкаларды стерилизовать етіп жатырмын. Керек заттарды дайындап қойдым. Бізге керек үйдің қияры, уксус, қант, тұз, малина таңқурай мен қарақаттың жапырағы, укроп, лавровый лист, хрен, черный горошек. Банкаларымыз стерилизовать етіп дайындап қойдық. Ендігі кезекте біз укроп пен жапырақтарымызды бір рет суға салып аламыз, қайнап тұрған. Таза болу үшін. Осы суға қайнап жатқан жапырақ, лавровый жапырағымызды, таңқурай мен қарақаттың жапырағын саламыз. Сосын укропымызды барлығын салып аламыз. Таза болады. Банкамыз атылмайтынына сенімді боламыз. 2 минут тұрса жеткілікті. 2 минутымыз өтті. Енді плитаны өшіреміз. Банкаларға огурцаларымызды саламыз. Біршасына укроп пен жапырақтарын салып аламыз. Укропымызды салдық. Лавровый лист, таңқурайдың жапырағы. 2-3 салу керек. Енді огурцаларымызды саламыз. Хренімізді де саламыз. Укропты салғанда зонтиктарын алып тастаймын, мынандай сабақтары ғана. Өйткені зонтигімен салсаңыз, банкалар атылып кетеді. Банкаларымды толтырып болдым. Менде 2 литровый и 1 литрлік банкалар шықты. Осыларға енді қазір су қайнатып құямыз. Енді біз суым қайнады, құямыз банкаларға. Осылай 2 рет құйып төгеміз, 3-ші ретінде банкамызды жабамыз. Сарымсақты саламыз. 1 долькадан. Банкадағы суды жылы болған кезде төгеміз. Мен суымды төгем банкадағы. Мен қолмен ұстап тұрмын, жылы өйткені. Барлық банкаларымды төгіп, қайтадан қайнатып құямын. 2-ші рет банкаларға ыстық су құйып жатырмын. Екінші рет суымызды төгіп жатырмыз. Горошогымызды да салмас бұрын, бұны да қайнаған суға салып қоямын осылай. Енді біз тұздығын дайындаймыз. Бізге 2 литр су керек. Суға байланысты жасаймын тұздықты. 1 литрға 1 ас қасық тұз, 1 шай қасық қант саламыз. Сонда бізде 2 литр, 2 ас қасық тұз, 2 шай қасық қант саламыз. Тұздан 1, 2 саламыз. Қанттан 1 шай қасық, 2 шай қасық салдық. Суымыз қайнады. Бұл тұздық. Қайнаған суға салып алған бұрышым, черный горошек. Рассол тұздығын жасап алдық. Енді қазір уксусын құямыз да жабамыз. Менде 9% уксус. Сондықтан литровыйға 1 ас қасық. Мен банкаларымды жауып болдым. Осы рецептпен мариновать етіп көріңіздер. Біздің отбасымыз жейді, жақсы көріп, сіздерге де ұнайды деген сеніммен. Келесі кездескенше сау болыңыздар.